Қайырлы күн оқушылар, бүгін біз 6 сынып алгебра тәжірибе 291 нұсқасын талдайтын боламыз. Номер 1 тапсырма берілген бөлшектердің қайсысын шектеулі ондық бөлшек түрінде жазуға болады дейді. Енді бізге шектеулісі керек екен. Шектеулі болу үшін бізде бөлшектің бөлімдерінде 1, 2 немесе 5 деген сандар болу керек. Енді қарайық. Мына жерде бөлімде 3 жоқ, жауапқа кірмейді. Мына жерде 2 және 5 тұр екен. 2 және 5 тұр. Бұл жауапқа кіреді. Сонда бізде жауабы 25-тен 4 деген сөз екен. Бізде номер 2 тапсырма өрнегінде А айнымалысын Б айнымалысы арқылы өрнектеңдер дейді. А айнымалысын Б айнымалысы арқылы өрнектеңдер. Яғни Аны теңдіктің сол жағында қалдырып, Б-ны оң жаққа қарай шығару керекпіз. Ол үшін бірінші бөлімін оң жаққа шығару алайық. 5А азайтылған 2Б тең оң жаққа шығарған кезде не болып барады? Бізде мына жерде бөлу болып тұрса, оң жаққа шыққанда көбейту болып барады. Ары қарай 5А тең болады минус 2Б-ны біз оң жаққа қарай шығару керекпіз. Так, ол үшін 3 жердегі алдым 18. Мына жерде минус 2Б-мыз плюс 2Б болып барады екен. Ой, мына жерде 3-нес 2 ғой. 2-ні жібердік. Мына жерде 2 алдым 12 болу керек. Енді мына жердегі 5-ті оң жаққа шығару керекпіз. 5 көбейту болып тұрса, оң жаққа барғанда бөлу болып барады. Яғни А тең болады 12 қосылған 2Б бөлінген 5 болады. Мінекей Аны А айнымалысын Б айнымалысы арқылы өрнектедік дегеніміз осы. Келесі номер 3 тапсырма жақшаларды ашып, ұқсас қосылғыштарды біріктіріңдер дейді. Енді жақшаларды ашу керекпіз. Жақшаның орнында минус таңба тұрса, жақшаның ішіндегі таңбаларды керісінше таңбаға ауыстырып жібереді. Яғни жазайық. Минус 4А, 2 минус плюс болып кетеді, плюс 7Б, азайтылған 2Б, 2 минусымыз плюс болып кетеді, плюс 3А, қосылған минус 9А дейді. Плюс пен минус 9А болады, плюс пен плюс болады, плюс 2Б болады. Тең болады. Енді алардың астын сызып алайын. А және А. Минус 4А қосылған 3А бізде минус 1А азайтылған 9А, ол бізде минус 10А шығады. Тең болады минус 10А және бұлар 7Б азайтылған 2Б, 5Б қосылған 2Б тең болады 7Б плюс 7Б. Мінекей осымен тапсырманы аяқтадық. Келесі бізде 4 тапсырма өрнекті ықшамдаңдар дейді. Мына өрнекті ықшамдау керек екенбіз. Екіншісінде x пен y-дің мәні берілген екен. Өрнектің мәнін таптық. Ең бірінші ықшамдап алайық. Так, бірден жаза салайын. 4-тен 1-ді біз жақшаның ішіне жеке-жеке көбейту шығып керекпіз. Яғни 4-тен 1 көбейтілген 5x азайтылған 4-тен 1 көбейтілген неше? 16. Ары қарай келесі 2-ден 1-ді жақшаның ішіне жеке-жеке көбейту керекпіз. Яғни 2-ден 1-ді 3y-ға көбейтеміз. Азайтылған 2-ден 1 көбейтілген 3y, минус 2-ден 1 минус плюс болады, плюс 2-ден 1 көбейтілген неше? 8. Тең болады. Енді бұл жерде бізде 5x алымына барады. 5x бөлінген 4. Ары қарай азайтылған, мына жерде не істейміз? 16 мен 4 қысқарып кетеді, 4, мұнда 1 қалады. Сонда бізде 1-ді 1-ге бөлсең 1, 14-ке бөлсең 4-тің өзі шығады. Ары қарай азайтылған, мына жерде 3y-іміз алымына барады. 3y бөлінген 2. Так, мына жерде 8 мен 2-ні қысқартамын, мұнда 4, мұнда 1 қалады. Қосылған 1-ді 1-ге бөлсең 1, көбейтемін 4. Тең болады. Сонда минус 4 пен плюс 4 қысқарып кетеді. Бізде не қалады? 5x бөлінген 4 азайтылған 3y бөлінген 2 қалады екен. Енді осы жердегі бұл нұсқасы бойынша x пен y-тардың орнына мына мәндерді қойып жауабын шығару керек екенбіз. Бос деп қояйын. Жазайын. 5x бөлінген 4 азайтылған 3y бөлінген 2. Тең болады. x-тің орнына 2,5-тен 2-ні қояды екен. 5 көбейтілген, сразу есептей салайын. Бөлшек сызған сайын 5, 2-ні 5-ке көбейтемін 10, 10-ға 2-ні қоссам 12 болады. Үлкен бөлшек сызығы бөлінген 4 азайтылған 3 көбейтілген y неше? 6 бөлінген 2 тең болады. Мына жерде 5 пен 5 қысқарып кетеді. 12 бөлінген 4 қалады. Азайтылған 3 алдым бойынша 18 бөлінген 2 тең болады. 12-ні 4-ке бөлсем 3, азайтылған 18-ді 2-ке бөлсем 9. 3-тен азайтамын 9-ды тең болады минус 6 қалады. Міне, сонымен жауабын шығардық. Келесі бізде 5 тапсырма. 5 тапсырма өзі бізде 3 пункттен тұрады екен. Соны жеке-жеке қарастырып шығайық. Негізгі тапсырма АВС-да 4 бұрышының АВ қабырғасы x сантиметрге тең дейді. АВС 4 бұрыш берілген екен. Тік 4 бұрыш емес, жай ғана 4 бұрыш. Кез келген 4 бұрышты сыза салуымызға болады екен. Жаз қояйын АВС-д деп. Енді осы жердегі АВ нешеге тең? X-қа тең екен. Белгілеп қойдық. Енді бірінші пункті бойынша 4 бұрыштың қалған қабырғаларын өрнекте дейді. Яғни ВС қабырғасы АВ қабырғасынан 2 сантиметрге ұзын дейді. ВС қабырғасы АВ-дан 2 сантиметрге ұзын десе, X қосылған 2-ге тең болады деген сөз. Енді бірден жазып отырайық. Асында бізге нені табу керек? ВС қабырғасын табуымыз керек болған.
жөндеп алайын сендерге көріну үшін. Вс қабырғасын табу керек боламыз. Вс тең болады не деп таптық? X қосылған 2-ге тең деп таптық, иә. Б-да СД қабырғасы дейді. СД қабырғасы АВ қабырғасынан 3 есе қысқа болса дейді. 3 есе қысқа десе X бөлінген 3 болады дейді. Сонда біз қай қабырғаны таптық? СД қабырғасын таптық. Ол бізде X бөлінген 3-ге тең екен. Келесі СС АД қабырғасы СД қабырғасынан 2 см ұзын дейді. Мына қабырғадан 2 см ұзын болса, онда X бөлінген 3 қосылған 2 болады дейді. Сонда АД қабырғасы тең болады X бөлінген 3 қосылған 2. Неге? Бірінші пунктіні аяқтадық. Енді екінші пункт бізде не дейді? АВС-ді төртбұрышының периметрі 12 см-ге тең дейді. Онда бірінші пункттегі мәліметтерді пайдаланып теңдеу құрастырыңдар. Енді теңдеу құрастыру керек екен. Қалай? Периметр нешеге тең дейді? Периметр бізде 12-ге тең екен. Ал бізде төртбұрыштың периметрінің формуласы қалай еді? Барлық қабырғаларының қосындысы. Яғни бірінші қабырға бізде нешеге тең болды? АВ қабырғасы жерде бізде АВ қабырғасы нешеге тең болды? X-ға тең болды. X қосылған ВС қабырғасы X қосылған 2, X қосылған 2, СД қабырғасы қосылған X бөлінген 3, АД қабырғасы қосылған X бөлінген 3 қосылған 2 тең болады нешеге? 12-ге тең екен. Міне теңдеуді құрастырдық. Үшінші пунктте, екінші пунктте шыққан теңдеуді шығарыңыз дейді. Мынаны бізде шешу керек. АВ қабырғасының ұзындығы мынаны шешкен кезде бізде X-тің мәні шыға келеді деген сөзге. АВ қабырғасының ұзындығы. Так, енді бұл жерде қалай шығаруға болады? X қосылған X бізде не болады? 2X болады. Коэффициенттерді қоя тұрайын пока что. Енді мына жерде қосылған 2X бөлінген 3 болады. Қосылған 4 тең болады 12 болады деген сөз екен. Так, мына жерде немді реттеп алайын. Так, енді ықшамдаймыз. 4-ті оң жаққа қарай шығарамын. 2X қосылған 2X бөлінген 3 қосылған тең болады. Оң жаққа шығарған кезде азайту болады. 12-ден 4-ті азайтамын. 8-ге тең болады екен. Енді бізге мына жерде бөліміндегі 3-тен құтылу керек. Ол үшін біз екі жақты да 3-ке көбейтіп жіберу керекпіз. 2x-ті 3-ке көбейтемін, 6x қосылған тағы да мына жерде 3-ке немесе жерін қысқарып кетеді. Сонда 2x-тің өзі қалады, тең болады. 3-ті 8-ге көбейтемін, 24 болады деген сөз. Ары қарай 6x плюс 8x, 2x тең 8x тең болады 24. X тең болады қаншаға? 24-ті бөлемін 8-ге 3. Сонда бізде AV тең болады қанша? 3 см-ге тең деген сөз екен. Номер 6-шы тапсырмада өрнектің мәнін табыңдар дейді. Тең болады. Бірінші алымына қарайық. Бізде 1,25 не болып тұр? Екеуіне де ортақ болып тұр. Ендеше жақшаның сыртына шығарамын деген сөз. 1,25 жақшаның ішінде бізде минус 2,3 қосылған. Так, 2,5 азайтылған 0,7 қалады деген сөз екен. Мына жерде азайтудан бас тұр. Бөлінген. Так, 1,5-тен 0,4-ке бөлсем 3,75 шығады. Көбейтілген минус 5 дейді. Тең болады. Енді бұл жерде 1,25 пен 3,75 қысқарып кетеді. Мұнда 3 қалады, мұнда 1 қалады. Сонымен тең болады. Мынаны өзін есептей салайық. Минус 2,3, минус 0,7 ол бізде 3 шығады. Ал мына жерде 3 көбейтілген минус 5 дейді. Тең болады. 3 пен 3 қысқарып кетеді. Сонда бізде минус 5-тен 1 шығады деген сөз. Ол бізде минус 0,2 деген сөз екен. Балалар, осымен бізде бірінші нұсқа аяқталды. Екінші нұсқасы каналымда тұр. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңдар. Назарларыңа көптен көп рахмет. Сау болыңдар.